Армысыз көзқарақты көрермен, эфирде латын графикасын үйретіп қана қоймай, сонымен бірге оның емлесімен толық таныстырып жүрген жаңа әліпбиді бірге үйренейік бағдарламасы. 21 ғасыр ақпарат ғасыры десек, бүгінде компьютер заманында әлемдік ғаламтор жүйесінде ақпарат кімнің қолында болса, билік соның қолында десек те болады. Яғни билікті емін еркін жүргізе алады. Ал ақпараттың басты құралы ол жазу. Яғни әлемдік ғаламтор жүйесінде көбіне қолданатын, тәжірибеге қарайтын болсақ, көбіне қазіргі кезде қолданысқа ие ол латын графикасы. Олай болса, құрметті көрермен, латын графикасымен 4 ай көлемінде бізбен бірге үйреніп, бүгінде жазып та оқып та аласыздар. Ал осы жаңа әліпбиді сіздерге меңгеруге көмектесіп үйретіп жүрген ұстазымыз Алтынгүл Тәңірбергенованың топ-етер сабағына кезек берейік. Амансыздар ма, құрметті көрермендер, біз бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақта берілген үй тапсырмасының жауаптарымен таныс болыңыздар. Жақшадағы сөздерді жаңа әліпбимен жазып, мәтінді көшіру. Құрметті профессорлар мен оқытушылар, студенттер мен әріптестер. Биыл университетімізде диссертациялық кеңес құрылды. Университеттің ғылыми мамандар аппараты кеңейді. Сарапшы оппоненттер шетелдік ғалымдар болды. Енді университет оқытушылары комиссия арқылы қабылданады. Тест тапсырмаларының жауаптары. 2 и әріпімен аяқталған сөздердің соңында бір и әріпі жазылады. ОГ әріп тіркесімен аяқталатын сөздерге қосымшалар жуан жалғанады. Дұрыс жалғанған қосымшаны табыңыз. Педагогтың. Бір буынды сөздерге НГ тіркесі жазылады. Дұрыс жазылған нұсқаны табыңыз. Бұл боулинг. Ал бүгінгі жаңа сабағымызда сөздердің тасымалдану туралы ақпарат беретін боламыз. Қазақ тіліндегі сөздер буын жігіне сәйкес тасымалданады. Мәселен, кітап сөзін мысалға алатын болсақ, кітап деп 2 буыннан тұрады, яғни сол сияқты тасымалданып отырады. Ал буын дауыссыз и мен у дауыссыздарынан басталған кезде олардың тасымалдануы өзгеше, яғни дауыс, сауат, құйын болып тасымалданады. Мысалдар тақтаға жазып көрейік. Дауыс, сауат, құйын. Сондай-ақ сөз ішінде 3 дауыссыз дыбыс қатар келген кезде сөздің бастапқы түбірі сақталып жазылады. Мәселен, күңгірттеу, сұрғылттау деген сөздерді айтуымызға болады. Күңгірттеу, сұрғылттау. Күңгірттеу, сұрғылттау. Бұл жерде өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай күңгірт, сұрғылт деген бастапқы түбірі сақталып отырады. Және де біріккен және кіріккен сөздер буын жігіне сәйкес тасымалданады. Оларға демалыс, көкорай деген мысалдарымызды келтіруге болады. Яғни демалыс сөзі демалыс болып 3 буын жігінде тасымалданады. Дем алыс деп тасымалдау емес. Және де сөздің қазақ тіліндегі сөздерді енді кейбір сөздер тасымалдауға болмайтын сөздерде кездеседі. Мәселен, оларға бір буынды сөздер тасымалданбайды. Мысалдарын жазып көрейік. Ай, күн, вольт деген мысалдар жазуға болады. Ай, күн, вольт. Және де келесі сөздің бір жеке әрпі келесі жолға тасымалданбайды. Яғни олар мысалы ара сөзін а әріпін бастапқы жолға, келесі ра жалғасын келесі жолға тасымалдауға болмайды. Мысалдар ара, аяқ деген сөздерімізді айтуымызға болады. Экранға назар аударыңыздар. Сондай-ақ келесі бас әріптен қысқарған сөздерді тасымалдауға болмайды. Мысалдар жазайық. ақш, тмд, боо.
Яғни аталған осы сөздерді келесі жолға тасымалдауға болмайды. Ал келесі тағы бір ереже, кісі есімінің қысқартылған әрпі мен тегі келесі жолға тасымалданбайды. Мәселен, А. Байтұрсынұлы, Б. Момышұлы, Г. Мұстафин, яғни бұл аталған бастапқы әріптері, аттары келесі жолға тасымалданып отырмайды. Мысалдарды тақтаға жазып көрейік. А. Байтұрсынұлы, яғни Ахмет Байтұрсынұлы, Бауыржан Момышұлы, Ғабиден Мұстафин. Сонымен қатар цифрлармен келген қысқарған өлшем бірлік атаулары және шартты таңбалар тасымалданбайды. 25 г, яғни 25 гектар, 50 сантиметр, 50% деген сөздерді айтуға болады. 25 гектар, 50 сантиметр, 50%. Ал міне, құрметті көрермендер, біз бүгінгі сабағымызда сөздердің тасымалдану туралы ақпарат алдық. Құрметті көрермен, енді әдеттегідей жаттығулар тізгініне көңіл аударайық. Берілген сөздерді тасымалданатын және тасымалданбайтын болып екі қатарға жаңа графикамен жазыңыз. Тасымалданатын сөздер: қалам, бала, күнім, сағат, барыс, жанат. Ал тасымалданбайтын сөздер: ай, көп, вольт, бас, күн, аз, қант, ринг. Абайдың 19-шы қара сөзі: адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда ғана іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып есітсе, не есіткен жерде қайта қайырып, сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де шыға беріп, қайта қалпына кетсе, естіп есітпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Өткен сабақтарымыздың ішінде қазақ тілінің жаңа емле ережесіне сай өзіндік өзгерістерге ие. Алдымен қазақ тіліндегі жаңа, яғни әліпбиіміз кирилше 42 әріптен 32 әріп болып қысқарды. Яғни мұнда 10 әріп түсіріліп қалдырылды. Сондай-ақ алдыңғы сабақтарымызда өткен акут, диграф терминдерін тағы да бір қайталап алу үшін экранға назар аударайық. А. Алма. Ә. Әке. Б. Бала. Д. Доп. Е. Есік. Ф. Футбол. Г. Гүл. Ғ. Ғарыш. Х. Хат. Ә. Іні. И. Ине. Ж. Жол. К. Кітап. Ыл. Лақ. М. Маса. Н. Нан. Ың. Аң. О. От. Ө. Өзен. П. Піл. Қ. Қар. Ыр. Радио. С. Сағат. Т. Тарақ.
O ұлу, Ö үй, V вагон, ыдыс, U уық, Z заң, Ш шана, Ч чемпион. Ал қазір құрметті көрермендер, осы жаңа әліппені бірге үйренейік телесабағы бойынша 12 сабақ бойы өткен қазақ тілінің жаңа емле ережесіне сай өзгерістері бар, кейбір өзіндік ерекшеліктері бар сабақтарымызға назар аударайық, және де сол үшін экранға қарайық. Акут әрібісті қосалқы таңбасы. Ол дыбыстың жоғарғы тұсына үтір немесе штрих күйінде беріледі. Диграф екі әріптен тұрып, бір дыбысты білдіретін таңба. Өздеріңіз білетіндей, алдыңғы сабақта өткендей, әріпі әріпімен жазылады. Оған мысалдар элемент, элеватор, эпопея деген сөздерімізді айтуымызға болады. Ал әріпі әріпімен беріледі. Мәселен, актер, монтер, шахтер деген сөздеріміз айтамыз, және қосымшалар осы буын үндесіміне сәйкес жалғанып отырады. Және де әріпі әріпімен беріледі. Мәселен, семен, цилиндр, серік сөздері. Және де тағы бір әріптеріміз көп кездеседі. Мәселен, әріпі иу және шет тілдік сөздерде әріпімен беріледі. Шет тілдік сөздерді мысалға айтайық, мысалы, компьютер, парашют деген сөздерді айтуға болады. Ал өзіміздің төл сөздерімізде де кездесетін әріпінің орнына әріпі жазылады. Мәселен, аю, ойу, қою сөздерімізді айтуымызға болады. Сондай-ақ әріпінен кейін тұрған әріпінің орнына әріпі жазылады. Қию, жию, қию мысалдарын келтіруімізге болады. Және шет тілдік сөздерде сөз басында келген әріпінің орнына әріпі жазылады. Юпитер сөзін айтуымызға болады. Тағы да бір ереже әріпіне байланысты өзгешеліктер бар. Мәселен, әріпі шет тілдік сөздерімізде әріпімен беріледі. Ал төл сөздерімізде болып беріледі. Яғни, шет тілдік сөздерге мысалдар келтірейік, заряд, кінәз, гриляж деген сөздерді айтуға болады. Ал қазақ тіліндегі сөздерде, мысалы, аяқ, таяқ, қоян деген сөздерді байқап отырғандарыңыздай әріпімен жазылады. Мұнда тағы бір ескере кететіні, жаңағы әріпі сияқты, бұнда да әріпінен кейін тұрған әріпінің орнына әріпі жазылады. Шет тілдік сөздердегі көп кездесетін әріпінің орнына әріпі жазылады. Яғни, училище, борщ, прапорщик деген сөздерді әріпі жазылады. Ал мұнда тағы бір ескере кететіні, ал қазақ тіліндегі кездесетін сөздерде, яғни қазақ тілінде өзі 3 сөз кездеседі, ашы, тұшы, кешше сөздерін мысалға айтуымызға болады. Осы сөздерде 2 әріпі қатар жазылады. Ал кейбір жіңішкелік белгісі мен айыру белгісі кездесетін сөздерде жіңішкелік белгісі қай буында, сол буындағы дауысты дыбыс жіңішкеріп айтылады. Мәселен, альбом, бальзам, асфальт сөздерді айтуымызға болады. Яғни, мұндағы қай буын жігінде жіңішке әріпі бар сөзде, яғни сондағы дауысты дыбыс жіңішкеріп айтылады. Ал айыру белгісі кездесетін сөздерде айыру белгісі ескерілмей жазылады. Және солай айтылады. Қазақ тілінде әріпінің орнына қаһарман, хат деген сөздердің әріпінің орнына бір әріпі жазылады. Сондай-ақ жаңа емле ережеге сай тағы бір ерекшелік бұл дефиспен жазылатын сөздердің емлесінде болып тұр. Яғни, араб цифрмен берілетін сөздерде, мәселен, 2018 жыл, 5 қабат, осы сынды сөздерде араларында дефис болады. Ал дефис қойылмайтын жағдай бұл рим цифрмен берілетін жағдайда, және де алдыңғы сандардың алдында номер шартты белгісі болған жағдайда дефис қойылмайды. Мәселен, 15 ғасыр, 4 тарау, номер 5 бұйрық, міне осы сынды сөздерде дефис қойылмайды.
Ал міне құрметті көрермендер, дәл қазір сіздер осы жаңа әліпбиді бірге үйренейік телесабағы бойынша жаңа емле ережеге сай өзіндік ерекшеліктерге ие болған кейбір сабақ элементтерімен таныс болдыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Осы бағдарламаның эфирге шығып, телекөрермендерге жол тартуына тікелей септігін тигізген Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасының тілдерді оқыту орталығына келіп, бізді және көрермендерді қызықтыратын сауалдарды орталықтың басшысы Сергазина Клара Хакімғалиқызына қоюға жөн көрдік. Олай болса, бастайық. Саламатсыздар ма? Тілдерді оқыту орталығына қош келдіңіздер. Бүгінгі енді біздің кездесуіміз жазда 3 айдан бері жүріп жатырған ересектерге арналған латын графикасын бірге үйренейік бағдарламасының бүгінгі мәресі, соңғы түсірілімі ғой. Бүгінгі көрсетілімде тілдерді оқыту орталығын осы бағдарламаның сабағын жазған ұстаздармен кездесу болсын. Жақсы, онда бастайық. Менің алғашқы сауалым заңды болар. Жалпы осы жобаның ізін суытпай, артынан ілесер тағы бір жобалар болашақта болады ма екен? Әрине, тілдерді оқыту орталығы, тілдерді дамыту басқармасы халыққа латын графикасын үйретуде, жаңа әліпбиді үйретуде бірнеше бағытта жүргізеді. Ол аудиториялық оқыту, қашықтан оқыту, өнімдер шығару, балаларға, ересектерге арналған оқу құралдарын шығару, және сондай жұмыстың бір бағыты ол тележобалар. Яғни биыл тілдерді оқыту орталығы 2 тележобаны іске асырды. Біріншісі балаларға үйрету жаңа әліпбиді тілдердің бағдарламасы, және ересектерді үйретуге арналған жаңа әліпбиді бірге үйренейік теле бағдарламасы. Бұл латын графикасын үйрету ісі жалғаса береді. Бұл бірінші телешығарылымның мәреге жетіп отыр. Одан кейін екінші, үшінші болып кете береді. Әрине жалғаса береді. Халық жаңадан үйреніп келе жатыр. Бұл жаңа жұмыс, тың жұмыс. Сондықтан әр жылы түрлі форматта, ол газет, журнал бетінде барлық мүмкіндікті қарастырып отыр, жалғастырылады. Клара Хакімғалиқызы, жалпы болашаққа жоспар қандай? Тілдерді оқыту орталығының жоспары әрине үлкен. Ол телесабақтар, аудиториялық сабақтар, жаңа айтып өттім. Міндетті түрде қашықтан оқыту. Себебі қашықтан оқыту жүйесі ол халықты неғұрлым көп қамтуға бізге мүмкіндік береді. Мұғалім көзбе-көз күніне 60 адаммен ғана кездесер. Қашықтан оқыту ел және алыс жақын шетелдегі бауырларымыз барлығы да қосыла алады. Және өнімдер шығару, газет журналдар бетіне телесабақтарды жазып шығару, өзіне ыңғайлы, өз ынтасымен, өз мүмкіндігіне қарай оқимын деген азамат оқи алады. Ол біздің тілдерді оқыту сайтында да бар көрсетілген. Яғни барлық жан-жақты мүмкіндікті қарастырудамыз. Осы жобалар сынды тың қызықты идеялар қайдан пайда болады? Ол заман қажеттілігі барлық жерде. Біздің білесіз қазір үлкен тарихи кезеңде қазір қазақ тілі реформасы жүріп жатыр. Латын графикасы дегенде латын тілімен шатастыруға болмайды. Латын тілі деген жоқ, ол өлі тіл. Біздің айтып жатқанымыз тек жазу әріптері ғана. Осы жерді бірден ұғынып алайық. Қазақтың тілі осы тіл күйінде қала береді. Біз тек жазуын басқа таңбаларға кирилл таңбасын латын таңбаларына ауыстырдық қана. Латын таңбасылары ол 2,5 мың жылдық тарихы бар, өзінің өміршеңдігін дәлелдеген графика. Сондықтан одан қорқудың, сауатсыз болып қаламыз деудің қажеті жоқ. Бұл кирилл әліпбиіне қарағанда да оңай. Әрине, жаңа бастама әрқашанда осылай қиын жолмен жүреді. Және бұл кезде осы ретте мен біздің телекөрермендердің есіне сала кеткім келеді. Бұл бір күннің, бір жылдың шаруасы емес. Бұл 3 кезеңмен жүретін нәрсе. 17-ші жыл мен 25-ші жылдың арасын қамтитын іс, үлкен маңызды іс. Бірінші кезең қазіргі 18-20 ол үгіт насихат, халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Алғашқы курстарды ұйымдастыру.
келесі кезең 21-23 жылдарды қамтиды. Бұл негізгі кезең. Осы кезде білім жүйесі көшеді. Түрлі анықтағыштар, сөздіктер дайындалады, нормативтік құжаттық актілер дайындалады, құжаттану жер су аттары жазыла бастайды осы кезде. Ал соңғы кез 24-25 жылдар ол құжат айналым түгелдей ауысып, және мемлекеттік басқару органдары, бұқаралық ақпарат құралдары ауысып болады. Осындай ұзақ кезеңді асықпай, дайындықпен, түсіністікпен графика ауысады. Өзіміздің парақшамызға осы бағдарламаның анонсын жүктеген кезде түрлі сұрақтар келіп түсті. Соларға назар аударайық. Сәлеметсіздер ме? Қазірде латын графикасын үйрететін мемлекет тарапынан нақты бекітілген оқу құралдары мен оқу курстары бар ма? Өте бүгінгі таңдағы қажетті сұрақ. Бұл сұраққа айтатыным, енді латын әліпбиі бекітілді, жаңа емле ережелері мақұлданды, бүгін ертең енді бекітіледі деп күтіп отырмыз. Сондықтан емле ережелері бекітілгеннен кейін барып жаппай оқулықтар шығара бастайды. Кішкентай бүлдіршіндерге, ересектерге арналған латын курстары оқуды бастады. Қазіргі таңда тілдерді оқыту орталығында 600-ден астам мемлекеттік қызметшілер, халыққа қызмет көрсету саласы қызметкерлері, бюджеттік сала ұйымдары түрлі меншік түріне қарамастан оқып жатыр. Жылдың аяғына дейін сол 1000-ға жеткіземіз бе деп жоспарлап отырмыз. Ал енді оқу бағдарламасы дайындық үстінде, ал біздің тілдерді оқыту орталығы енді халықтың сұранысына қарай жеделдете оқыту 24 сағаттық курс, жаңа әліпбиді курсын бекітіп, мақұлдап, ғылыми кеңесте мақұлдап, оқуды бастап кетті. Қазіргі таңда 600-ден астам адам оқып жатыр. Ал енді оқу құралы бойынша, оқу құралы елімізде дайындық үстінде, ал оқулықсыз оқу болмайды. Сондықтан өзімізге қажетті оқулықты осы тілдерді оқыту орталығының педагог, латын графикасының тренерлері, білікті мамандар, сертификатталған курстардан өткен орталықты мамандар өз күшімізбен ерес 2 кітапты жазып шығардық. Яғни курсты жүргізу үшін әуелі оқулық керек. Біріншісі жазылым деп аталады. Ол жаттығулар жинағы, ересектерге арналған түрлі жаттығуларды орындатып үйрететін оқу құралы болса. Сәлеметсіз бе? Мен балабақшада тәрбиешімін. Алдағы уақытта барлық балабақшалар мен даярлық топтары жаппай латын әліпбиін меңгеруге көшеді. Бұл жұмысты бастамас бұрын балабақша жұмында жұмыс жасайтын тәрбиешілер мен меңгерушілер жаңа графиканы үйрену үшін арнайы курс өте ме? Латын графикасының курсы 24 сағаттық үздіксіз оқу, жеделдете оқу, 2 түрлі бағытта жүргізеді: аудиторлық және қашықтан оқыту. Тілақтөбе KZ сайтында қашықтан оқыту бөлімінде жаңа әліпбиді үйрену тіл тану курсы тұр. Соған кез келген азаматтар келіп кіріп, өз бетінше оқи алады. Барлық жаттығулар сол жерде орналасқан. Ал аудиториялық бізде мекемелерде өздерінің өтініштерін, сұраныстарын жіберген мекемелерде барып біздің тренерлер оқытып жатыр. Жеделдете оқытады 24 сағаттық курс. 2 түрде оқуға болады: аудиториялық және қашықтан оқыту. Және қолы жете бермейтін облыстың, ауданның, ауылдың тұрғындарына телесабақтар және тілдерді оқыту әдістеме журналымызды біз баспаға арналған нұсқасында саламыз, жариялаймыз. Көрерменнің сұрағына рахмет. Әрине, көрермендерден түрлі сұрақтар, ол әлеуметтік желіде де түсіп жатады. Оқыту курстары деген, әрине оқыту курстарымыз ұйымдастырамыз. Мекеменің сұраныстарына қарай біздер топ ұйымдастырып, сол жерге барып, біздің тренерлер оқытып жатыр. Ол тек Ақтөбе қаласы емес, ол облысымыздың басқа да аудандары, әлгінде ғана айтып өткен аудандарда курстар жүріп жатыр. Және мұғалімдер, соның ішінде ұстаздар, ең бірінші бастайтын мектеп даярлық топтары, тәрбиешілер, балабақша, бала әріппен бірінші танысады ғой. Соларға арнап біз жаңағыдай айтқан білімді балақай кітабын жазып шығарды. Түрлі түсті жаттауға өлеңі бар, бояйтын суреті бар, әріптермен танысады. Және осы кітабымызды біз Ақтөбе қаласының және аудандардың балабақшаларға тегін тараттық. Мұғалімге көмекші болсын деп, көмек болсын деп тараттық. Әрине, бұндай жобалар
өзінің жалғасын табады. Біз латын графикасын үйренгісі келетін көрермендермен, тілді үйренгісі келетін көрермендермен әрқашанда кездесуге асықпыз. Бұл тек осы жобаның бастауы ғана. Бұның жалғасы әрине болады. Сондықтан кез келген тележоба мемлекеттік тілді насихаттауға бағытталса, латын графикасын жаңа әліпбиді үйретуге бағытталса, ол әрине бүгінгі тіл саясатына қосар үлесі көп. Бұндай қазақ тіліне арналған бағдарламалар көп болуы тиіс. Сондықтан келесі кездескенше демекпін. Сау болыңыздар. Әліпбиді ауыстыру бұл ұлтымыздың тарихындағы ең маңызды бетбұрыстардың бірі. Сондықтан, құрметті көрермен, мемлекетіміздің тарихындағы маңызды дүниелерге жауапкершілікпен қараған жөн. Ардақты көрермен, осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Келесі маусымда амандықта жүздесейік.